Баршаларыңызға сәлем. Сіздерді өзімнің арнамда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін сіздерге керемет болып шығатын, тосаппен дайындалатын, қамыры песочный болып шығатын пирогтың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыдысымызға қантымызды, кейін бір жұмыртқамызды салып араластырамыз. Одан кейін еріп тұрған сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Кейін қамыр қопсытқыш қосамыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Және де міндетті түрде електен ұнымызды өткізіп алып қосамыз. Бізде қамыр өте жұмсақ, эластичный болып шығады. Не көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, жұмыс істегенге ыңғайлы болып шығады. Кейін осы қамырды бөліп аламыз. Екінші жағын кішірек қылдырып бөліп, үлкен жағын формамызға орналастырамыз. Менде форманың диаметрі 24. Формаға салып, қолымыздың көмегімен бірінші бортиктарын шығарып аламыз. Барлығын жақсылап жайып аламыз. Одан кейін менде дайын тосап, яғни мен джем пайдаландым. Сіздер кез келген үйдегі вареньяларыңызды, яғни тосаптарыңызды салып, немесе вареный сгущенкаларыңызды салып жасасаңыздар болады. Осылай ішіне барлығын орналастырып аламыз. Кейін екінші тестамызды алып, бетіне узор ретінде саламыз. Немесе осы тестаны морозильникке қатырып алып, жаңағы үккіштің көмегімен бетіне үгітіп салсаңыздар да болады. Бірақ та мен осылай оқтаудың көмегімен жайып алдым. Және де менде арнайы тесторезка бар, сомен узор шығарып алдым. Осылай узор шығарып, екінші бетіне жабамыз. Алдын ала духовканы 180 градуста қыздырып, 35-40 минуттың ішінде пісіп шығады. Және де пысқан соң толықтай суытатын боламыз. Суытып барып, пирогымызды кесеміз. Барлығын осылай әдемілеп жасап алып, бетіне бір жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста 35-40 минут аралығында пісіп шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, песочный, нағыз шайға арналған пирогтың бірі болып келеді. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға көп-көп рахмет.